Баршаңызға сәлем. Бүгін ұйғыр сорпасы мампар дайындаймыз. Алдымен 250 грамм етті ұсақтап турап аламыз. Содан соң 2 түйір сарымсақ, 1 түйір пияз, жарты жасыл және қызыл болгар бұрышы, 1 түйір қызанақ, кинза шөбі және 1 картопты турап аламыз. Орташа отта қызып тұрған майға етті салып қуырамыз. Сонан соң сарымсақты салып араластырамыз. Жуа, болгар бұрышы, қызанақты салып қуырамыз. 1 ас қасық томат пастасын және кинзаны салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз себеміз, картопты саламыз және жақсылап араластырып, бәрін қуырамыз. Сонан соң 1,5 литр су құйып, араластырып, тұзын салып, крышкасын жауып қоямыз. Қайнағасын бетіндегі көбігін алып тастаймыз. ұн, тұз, жұмыртқа, салқын су құйып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Жақсылап бастырып, бетін 8-10 минутқа жауып қоямыз. 2-3 мм қалыңдықта қамырды жаямыз. Содан кейін ұсақтап кесеміз. Кеспесін салып, 8-10 минут қақпағын жаппай пісіріп, сөндіріп тастаймыз. Көк шөп, қара бұрыш салып, араластырамыз. Мампар сорпасы дайын болды. Өте дәмді шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Лаура.